Баршаңызға қайырлы күн. Осындай тәтті, жұмсақ булочки дайындағыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өте оңай, бір жасағаннан шығады, кез келген қонағыңызды атқара аласыз. Бізге алдымен 2 жұмыртқа қажет. Оған 150 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз, 500 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су, 100 грамм сұйық май, 1 ас қасық дрожж. Жақсылап араластырып, 1 кило 100 ұнымызды осылай шетінен салып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Және жылы жерге қойып, ашытып қоямыз, бетін жауып. Енді бұл булочкамыздың әдемі көтерілуі, бұл 3-4 рет қайтаруымызға байланысты. Мен осылай маймен 2-3 рет қайтардым. Екінші рет қайтаруым. Көтерілгеннен кейін осылай маймен қайтарып отырамыз. Үшінші қайтаруым. Енді начинкасына 200 грамм творогқа 1 жұмыртқаны сарысымен ағын бөліп алдым. 1 ас қасық бөлме температурасындағы май, 2 ас қасық қант және ванилин. Жақсылап блендермен араластырып, люкамен араластырсаңыздар да болады. Және жұмыртқаның ағын қазір бетіне жағатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ, қараңыздар. Бұны 2 бөлікке бөліп алдым да, бірінші бөлігін 80 граммнан бөліп, домалақтап, печкамның формасына пергамент қағаз төсеп, соған дайындап қойдым. Бұның бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Ал енді екінші қамырымды да осылай бөліп, бетін жауып, оны да көтерілгеннен кейін осылай пустышка булочка дайындадым. Осыны кез келген формасына жасай берсеңіздер болады. Міне біздің көтерілді, осылай стаканмен қатты батырып, формасын келтіреміз. Енді творогымызды салып, жұмыртқаның ағына 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осымен бетіне жағып шығамыз. Мысалы мак, күнжіт сепсеңіздер, жаңағы жабысып әдемі болып тұрады. Енді осыны көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Міне әдемі болып көтерілді, қызып тұрған отта. Беті қызарғанша пісіріп аламыз. Енді қайтадан бетіне жаңағы жұмыртқамыздың ағымен қантын жағып, жылтыратып, бұл андай сірне сияқты тәтті болады. Бал ештеңе қоспайсыз. Міне біздің булочкамыз дайын. Жасап көріңіздер. Ас болсын.